Алтын доп арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері, бүгін біздің арнамыздан көретін ақпараттарыңыз мынандай. Ливерпуль финалда, Барселона жартылай финалда. Марсело өзінің керемет мансабын футболшы ретінде аяқтағанын хабарлады. Ары қарай қандай қызмет атқарады? Неймар Әл-Хилалдың бапкеріне жауап қайтарды. Осы және басқа да футбол ақпараттары сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып арнамызға жазылып қойсаңыздар, біз өте қуанышты болар едік. Ал енді әдептен озбай, көп созбай бастайық. Кеттік. Лаутаро Мартинеске Арсенал клубы қызығушылық танытып отыр. Енді АЭС басылымы, басқа да басылымдар айтып жатыр. Бұл Лаутаро Мартинеске Арсеналдың бірінші жылы емес қызығып отырған. 2021 жылдан бері қызығушылық танытуда. Енді қазіргі Арсеналдың шабуылшысы Кай Хаверцке қарағанда шынымен де бір жақсы ойыншы керек. Ал Артета айтады, маған жылына, маусымына 20 голдан жоғары соғатын 9-дық керек, жақсы ойыншы керек дейді. Және де дәл ол 9-дық осы Лаутаро Мартинес екені белгілі. Өте мықты ойыншы. Қазір Лаутаро Мартинестің Интер клубымен келісім шарты 2026 жылға дейін, бірақ та дәл қазір Интер клубы Мартинеспен жаңа келісім шарт жайлы келіссөздерді бастап та кетті. Бәлкім Лаутаро Мартинес Интерді ары қарайда өзінің келісім шартын созып қалар. Ал Лаутаро Мартинесқа тек қана Арсенал клубы қызығып отырған жоқ, Челси бар қызығып отырған, алып қалсақ деген оның жанында Парис Сен-Жермен бар. Енді Мартинестің қазіргі трансфер-маркет порталындағы бағасы 80 миллион евро. Арсенал сол 80 миллион евроны беруге дайын екендерін жеткізген екен Интер клубына. Енді меніңше Интерда қала бергені де тамаша, себебі Интердің қазір негізгі жұлдыздардың бірі Мартинес. Ал Арсеналға барса да керемет болатын сияқты. Сіздердің ойларыңыз қалай? Жалпы Мартинес Арсеналға барғаны дұрыс па, Интерда қала бергені дұрыс па? Өз ойларыңызды сіздер де бөлісе отырыңыздар. Альфонсо Дэвис Баварияда қала беретін болды. Келісім шарты 5 жылға созды, және де осы келісім шарты созғаннан кейін өзі сұхбат берді Альфонсо Дэвис. Мен 18 жасымда Баварияға келген едім, көп нәрсені үйрендім, өзімнің позициямда қандай мықты болу керек жақтарын үйрендім. Осы Бавариямен қаншама трофейлар ұттым. Алда да болашақта Баварияның жеңуі үшін қолымнан келгенім бәрін саламын. Жеңістер үшін жұмыс жасаймыз, деді Альфонсо Дэвис. Енді Альфонсо Дэвис өздеріңіз білесіздер, Реал Мадрид алады, тегін қатарларына қосады деген ақпараттар көп еді. Реал Мадридқа ассаляму алейкум деді, және де Баварияда қала берді. Ал Бавария шынымен де Дэвисті сатпайтын сияқты. Жай ғана қымбатырақ сату үшін келісім шартты созды дейін десең, аз уақытқа созған жоқ, 5 жылға созып тастады. Демек, Бавария өздерінің қатарларына Альфонсо Дэвисті алып қала беретін болады. Қазір Альфонсо Дэвис трансфер-маркет порталында 50 миллион евро тұрады. Ал қазір алам десе, оны 100 миллионнан төмен ешкімге де сатпайтын шығар Бавария. Ал болмай қалған келісім, келмей қалған Альфонсо Дэвистің орнына Реал Мадрид қазіргі таңда Тео Эрнандесті қарастырып жатыр деген ақпараттар бар. Тео Эрнандес кезінде Реал Мадридта ойнап кеткенін бәріміз де білеміз, және де ол жерде кейбір кикілжіңдер болды, өкпелер, ренжіштер болды деген ақпараттар бар. Сол жағдайлардан кейін Тео Эрнандес Реал Мадридқа келеді ма, келмейді ма белгісіз, бірақ қазіргі Реал Мадрид бұрынғы Реал Мадрид емес, қазіргі Тео Эрнандес бұрынғы Тео Эрнандес емес. Екеуі де өзгерген. Керісінше сол кезде кетіп қалған үшін Реал Мадридқа рахмет айту керек шығар Тео Эрнандес. Ал Реал Мадридта қалықпағанда тек қана қосалқы құрамда отырып қалар ма еді? Қазір топ деңгейдегі қорғаушы, сондықтан да қайтадан Реалға барса болады. Жалпы басылымдардың айтуынша Тео Эрнандес негізгі ойыншылардың бірі, жазда қатарларына қосамыз деп қарастырып отырған Реал Мадридтің. Көрмейін десем көзім бар, сүймейін десем сезім бар. Болды ғой мынау. Сүйесің, бірақ күйесің деген осы Тоттенхемға арналған өлең сияқты. Кеше Тоттенхем ойнады, бірақ
ойнады деп айтуға келе ма, келмей ма, мүлдем допты ала алған жоқ, қарсыластың қақпасына бара алған жоқ. 42-ші минутта барды, мүлдем тура қақпаға бағытталған соққы жоқ. 5 соққы болды, 5-еуі де қисық. Енді жанкөрсің, бірақ мойындау керек, Ливерпульдің деңгейі өте жоғары деңгейде өнер көрсетті. Бізде жарақаттар көп, негізгі құрамнан 12 адам жарақат болып жатыр. Оның үстіне жаңадан Драгушин жарақатқа қосылды. Кеше Ричарлисон жарақат алып қалды. Бұл қазір мүлдем күлкілі де емес, қызық та емес. Барлық ойыншы жарақатта. Мұны ешқандай клубтың басына бермесін деп тілейміз. Ал енді Ливерпульді қанша жерден қарсылас болғанымен құттықтаймыз. Неге құттықтаймыз? Себебі олар осы финалға лайықты өтті, жеп тастады. Бірінші ойын 1-0 жеңіліп келіп тұрды. 4-0 финалға лайықты, финалда ойнауға міндетті команда екен өздерін көрсетті. Ливерпульдің барша жанкүйерлерін құттықтаймыз. Ал енді Тоттенхэмға қайтып келетін болсақ, Тоттенхэмнің бұл енді ең маңызды, ең тарихи ойындары ғой. Тоттенхэм кубок алмайды, кубок алып көрмеген деген әңгімелер көп. Соның тарихи ғой, мынау финалға шығу керек, қандай жағдайда да шабуыл жасау керек, қысылмау керек, доп ұстау керек деген ойында Тоттенхэмнің осылай жоғалып кетуі бұл өте бір қате нәрсе сияқты. Және де бұл қателіктер түзелу керек, қашанғы кешіріле береді. Постекоглудың да орнынан кетуге өте аз уақыт қалған сияқты. Жарақаттар бар, жарақаттармен жауып, жарақаттарды сылтау қыла беруге де болады, бірақ бұлай жүре беруге де болмайтын сияқты. Постекоглуға да өте үлкен ескертулер кешегі ойыннан кейін келген шығар. Енді мына ойында айтамыз ба, айтпаймыз ба? Валенсия, Барселона. Валенсияның жанкүйерлері бар ма екен өзі? Бар болса кешірім сұраймыз енді. Валенсияның жан алғышы Барселона болды ғой. Алдында лигада 7-1 ұтып тастады. Ойбай, біз кек аламыз, соған енді жақсылап ойнауымыз керек деп сұхбат берген пресс-конференцияда әңгіме айтқан болатын. Кеше 5-0 болып қалды. Өзі Ханс Фликке келі тек үлкен есептермен жеңетін болды. Ханс Флик кеше ренжіп қапты. 5-ақ гол несін ау, масқара деп. 5-ақ гол ма не деп. Енді жетеді ғой 5 голда. Кеше Ферран Торрес не істеді? Алдыңғы ойында да салған болатын Ферран Торрес. Басқасы басқа, осы Ферран Торрестен қорқып өлетін болдық қой деп Валенсияның жанкүйерлері жүрген шығар. Енді жалпы Барсаның жанкүйерлерін құттықтаймыз. Барселонаның жанкүйерлері қазір әр ойынды рахаттанып көріп жүрген шығар. Жартылай финал тағы да бар Барселонада. Жалпы жартылай финалға шыққан клубтар алдарыңызда: Атлетико Мадрид, Реал Соседат, Реал Мадрид, Барселона. Жартылай финалда жолығатын клубтар. Бұл кіммен кім кездесетінін 12 ақпан күні білетін боламыз. 12 ақпан күні жеребе тарту рәсімі болады. Жартылай финалда кімнің кездескенін қалайсыздар? Финалда қандай ойынның болғанын қалайсыздар? Әрине мен іштей сіздердің не қалап тұрғандарыңызды біліп тұрмын, бірақ та өздеріңіздің бір ерекше пікірлеріңіз болса, комментарияға жаза отырыңыздар. Әлемге әйгілі қозғалысына қарап қорғаушы емес шабуылшы ма деп қалатындай Марсело, Реал Мадридтің қапталдағы қорғаушысы, мансабын аяқтады және де бәріне бұл жайлы ақпаратты айтты. Ең бірінші болып осы Марселоның әріптесі, бір-бірін жақсы түсінісе білген Криштиану Роналду Марселоға сәттілік тіледі алдағы өміріне. Марсело мен үшін өте қымбат ойыншылардың бірі, мықты әріптес, керемет мансап құрды және де алдағы өміріне, жаңа бастамаларына мен тек қана сәттілік тілеймін, сені жақсы көремін Марсело, деді Роналду. Енді Марсело шынымен де өте керемет мансап өткізді. Реал Мадридта қандай тамаша трофейларға қол жеткізді. 5 рет чемпиондар лигасын алды, 6 рет Ла Лиганы алды, 5 рет супер кубокты алды, 3 рет кубокты алды. Жалпы айта берсек көп керемет мансап өткізді. Шынымен де ел қызығатындай өте тамаша соққылары да бар еді, өте тамаша дриблингтары бар еді. Допты тоқтатудың өзі бір ғажап еді Марселоның. Өте мықты бір футболшымен футбол қоштасады. Марселоға біз де алдағы өміріне тек қана сәттіліктер тілейміз. Соңғы клубында бапкермен ұрысып кеткен еді, енді футболдан да кетті. Марселоны біз бапкер ретінде, болмаса спорттық директор ретінде, жалпы Марселоны біз футболдан жалпы кетіп қалғанын қаламаймыз. Қайтадан келеді, көреміз деп сенеміз. Марселоға сәттілік.
Аль-Хиляльдың бас бапкері Джордже Джезус Неймар жайлы пікір білдірген еді. Неймар қазір мүлдем деңгейін жоғалтқан, ойнай алмайды, біздің деңгейде емес деп сұхбат берген еді. Және де ол өзінің командасына Неймардың керек емес екенін де айтқан болатын. Және де осы мәселеден кейін Неймар ол клубтан кетті, Сантостың қатарына жетті. Және де Сантосқа жеткен кезде Неймар да сұхбат берді. Жоқ, менің деңгейім жақсы, мен ол кісімен келіспеймін, ол қате пікір, әлбетте менің көңілімді қалдырды ондай әңгімелер. Мен әлі жақсы деңгейдемін деп ойлаймын, ол жақта мен жарақатта болдым, деді Неймар. Ол сөзін дәлелдеді, кеше Сантоста алғашқы ойынына шықты. Бутафого Сан-Паулуға қарсы, және де дәл осы жерде Аль-Насрдың бапкері Жоржо Мендештің сөзі қате екеніне көзімізді жеткізді. Неймар кешегі ойында қаншама дриблингтер жасады, кешегі ойынның үздік ойыншысы атанды. Ал ендігі кезекте гол салған жоқ, әлбетте голдық паста берген жоқ. Бірақ та голға татитын, гол болатын пастарды берді. Әлбетте әріптестері оны қолдана алмады. Біз баяғы Неймарды көргендей болдық. Шынымен де дриблингтары қандай, пастары қандай, көрегенділігі қандай, тоқтатуы қандай. Ал қарсыластың Бутафого Сан-Паулудың қорғаушылары, орталық қорғаушылары, шабуылшылары бәрі жабылып Неймарды таптап кетіп жатты. Тек қана тәртіпті бұзумен ғана тоқтатты Неймар. Неймар кеше шынымен де үздік ойыншыға ойынның лайықты болды, және де Неймар қайта оралды. Осы деңгейде ойнай беретін болса, өзі армандаған әлем чемпионатына да қатысады деп сенеміз. Бүгінге осы, достар, назарларыңызға рахмет. Арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар, себебі жақсы жаңа жаңалықтардың бәрі осы Алтын доп арнасында, достар.